Сәлеметсіздер ме оқушылар, сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Қазақ тілі 81 сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма кестедегі суреттер мен сөздер арқылы мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын болжап көр. Ойыңды дәлелде. Бізде оқушылар екі сурет берілген, яғни бірінші суретте бүгін күн ұясына қызарып батса, ал екінші суретте ертең күн ашық болады екені көрсетілген. Ал енді осы суреттерге қарап мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын болжап көрейік. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұны ауа райын болжау туралы, ал мәтіннің атауын ауа райын болжау деп алсақ болады. Екінші тапсырма, мәтінді оқы. Кешкілік Әли мен Сәрсен қозыларына шөп әкеле жатты. Ертең күн ашық болады деді Әли. Оны қайдан білдің деп таңданды Сәрсен. Күн ұясына қызарып батты ғой. Күн ұясына қызарып батса, ертеңіне күн ашық әрі жылы болады деп үйреткен атам. Оқушылар, яғни біз бұл мәтінге ат қоямыз, сондай-ақ мәтіннен атау септігіндегі сөздерді тауып септеп жазамыз. Ең алдымен мәтінге ат қояйық. Бұл берілген мәтінге ауа райы деп тақырыбын қойсақ болады. Мәтіндегі зат есімдер Әли, Сәрсен, шөп, күн, атам. Міне осы берілген зат есімдерді осылай септейміз. Үшінші тапсырма, суретке қара, ақпаратты қолданып қандай ауа райында сабақ болмайтынын хабарла. Хабарлап айту барысында мыналарды ескер. Қаратпа сөзді қолдан, мәнерлі айтуға жаттық, парталасыңа ақпаратты айт. Дайындаған хабарламаңды қатесіз жаз, септік жалғауында тұрған сөздерді анықтап астын сыз. Ал енді хабарлап көрейік. Құрметті оқушылар, ата-аналар, ауа температурасы -25, -28 градус және одан да төмен болуына байланысты және желдің жылдамдығы 2-4 метр секунд болғаны үшін 1-4 сынып оқушыларына сабақ болмайды. Келесі бізде 4-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына Марат сөзін тиісті септікке қойып оқы. Барлығына үлгі болар қарақтар, байсалды да ақылды да Марат бар. Жеке басым ең алдымен Мараттың жас үлкенді сыйлағанын жараттым. Сенбейсің бе, күнделікті парақта талай бестік қойылыпты Маратқа. Батыл емес дей алмайсың Маратты, сол үйретті ауылдағы баратты. Алғыссыз күн болған емес Маратта, жетеді онда ынта жігер талапта. Қай өнерде табылады Мараттан, ән салғанда жұрт даусына қаратқан. Міне, сондай жақсы бала Маратпен дос бола алмай жүргендер де бар әттең.